Бұл тастарда қос ғашықтардың есімдері болған. Оларды өшіріп тастағанымен, қазіргі кезде өшпей қалғандарда қашалып ойылғандары әлі де сақтаулы. Қос ғашықтың махаббатына арнап тұрғызылған мазар Шығыс Қазақстан облысы Аягөз өзенінің бойында орналасқан. Жалпы биіктігі 11,65 метрді құрайды. Қабырғасы гранит, қалақ тас пен сабан аралас балшықтан қаланған. Кірер есігі шығысқа қаратылған. Мәңгілік біздің қазақтың қозы мен баяны махаббаттың символын білдіреді. Кезінде 1856 жылы Шоқан Уәлиханов зерттеуге келген кезде, мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, Аягөз өзені ағып жатыр, Аягөз өзені тасып жатқан кезде, көктемнің кезінде келген. Сол кезде тасып жатқан кезде ар жағында отырып, мына Қозы-Көмеш баян кесенесінің суретін салған. Сол кезде қасында 4 құлпы тас болған үлкен. Онда бір ер адамның суреті, соның 3 әйел адам суреті болған. Ер адамның суреті ол қозы, ал әйел адамның суреттері баян, таңсық, айдың суреті болған. Ай, таңсық деп бұл баянның әпкелері. Лира эпостық поэманың кейіпкерлерімен байланысқан мазар біздің күнге дейін жеткен ежелгі Қазақстан ескерткіші болып табылады. Қозы-Көрпеш баян сұлу жырының қазақша 20-дан астам нұсқасы бар. Аңыз бойынша бұл қос ғашық күмбезін мыңдаған адамдар 90 шақырым жерден тасты қолдан қолға беріп, осы күмбезді салған екен. Бұл күмбез әлі күнге дейін тозған жоқ, және бір ғажабы, олардың аты тек қана мүсін таста сақталып қоймай, жер аттарына да қойылып отырған. Ел аузында екі ғашық жайында бірнеше аңыздар бар, соның бірі былайша өрбейді. Кішкентайынан бірге өсіп дос болған Сарыбай мен Қарабай әлі дүниеге келмеген балаларын атастырып қояды. Ұлы дүниеге келмей жатып Сарыбай аңшылықта қайтыс болады. Атастырылған Қозы мен Баян ер жете бір-біріне ғашық болады. Бірақ Қарабай сөзінде тұрмай, қызын бір кездері малын жұттан сақтап қалған палуан Қодарға беруді жөн көреді. Сөйтіп Қодар екі ғашықтың ортасына түседі. Екеуі ара шайқаста бірінші болып Қозының басы кетеді. Сүйіктісінен айырылған Баян кек алуды ұйымдастырады. Ол Қодарды алдап, егер ол құдық қазып берсе, оған тұрмысқа шығамын дейді. Қодар Баянның шашынан ұстап алып, құдықты терең етіп қаза бастайды. Құдық тереңдей бергенде Баян шашын кесіп жіберіп, Қодарды құдыққа батырып өлтіреді. Ал өзін қылыштап бақилыққа аттанады. Содан бері 15 сәуір Қозы-Көрпеш баян сұлу күні, яғни ғашықтар күні болып белгіленіп, жастар арасында ерекше қолдауға ие болады. Сонымен қатар, қос ғашықтың ескерткішіне алыс жақыннан арнайы баратын туристер де аз емес.